36 есеп. Есептеңіз. Мұнда көріп тұрмыз, жақшалар берілген және амалдар берілген. Онда біз реттілігін жазып алайық. Бізде бірінші болады, екінші амал болады, үшінші амал болады жақша, төртінші амал, минус бесінші амал және соңғысы алтыншы амал. Бірінші амалда бізде минус 2,6, минус 3,4. Таңбалары бірдей, қоссақ бұл бізде минус 6 болады. Екінші амал минус 6, минус 6-ны минус 6-ға көбейтсек, ол плюс 6 болады. Үшінші минус 3,5 плюс 6. Таңбалары әртүрлі, үлкеннен кішісін азайтып, үлкеннің таңбасын қоямыз. 6-дан 3,5 азайтсақ, 2,5 болады, және 6-ның таңбасы плюс. Төртінші амал. Минусқа көбейтеміз, онда ол минус 2,5 болады. Бесінші амал. Тағы да минусқа көбейтеміз. Минусты минус 2,5-ке көбейтсек, ол бізде плюс 2,5 болады. Алтыншы амал. Тағы да минусқа көбейтеміз, онда ол минус 2,5 болады. Демек, нұсқалардың ішіндегі дұрысы ол А нұсқасы.